Ассалаумағалейкум ағайын, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгінгі кезекті видеоға қош келдіңіздер. Алдыңғы видеода сіздерге тендер туралы түсіндіріп айтып кеткен болатынмын, Енді бүгін сіздерге тендерге заявка беріп бастау үшін қандай қадамдар жасау қажет? Осы туралы ақпарат беремін. Бірінші, ең алдымен тендерге қатысу үшін сізде ИП немесе ТО болу керек. Яғни, сіз тендермен айналысу үшін заңды тұлға ретінде тіркелуіңіз қажет. Жазып алыңыздар ғой. Екіншіден, сіздің компанияңызға печать алу керек болады. Үшіншіден, кез келген банктен счет ашу қажет болады. Ол Forte банк болсын, Freedom болсын, Каспий болсын, Халық болсын, Жусан болсын. Қандай банк жақсы екендігін білгіңіз келсе, комментарийға жазып кетіңіздер. Төртіншіден, мемлекеттік порталдарға тіркелуіңіз керек. Яғни ол госзакуп.gov.kz және zakup.sk.kz. Ол мемлекеттік және самұрық қазына. Бесіншіден, госзакуп самұрық қазына порталында жұмыс істеу үшін NSLR қосымшасын жүктеу керек. Алтыншы, госзакуптен ең азы 3450 теңге төлеп, 1 миллион теңге дейін қатысуға болатындай тариф қосу. Жетіншісі, госзакупте анализ жасап, өзіне 10 ниша анықтау. Сегізінші, госзакупте өзіне 30 тендер іріктеп алу. Тоғызыншы, осы 30 тендерге поставщиктер табу. 10-шы, 10-15 тендерге заявка беріп, 1-2 тендер ұту. Болды. Тендерге қатысып ұтуға жалпы дайынсыздар. Алдағы видеода бақылауды ұмытпаңыздар. Пайдалы ақпаратмен бөлісуді мен тоқтатпаймын. Пайдалы ақпараттарды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліңіздер, видеомен бөлісіңіздер, лайк басыңыздар, сау болыңыздар. Келесі видеода көріскенше.